Армысыздар менің құрметті көрермендерім. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл өмірде әйелінен басқа ешкімге керек емесін түсінген еркек. Саша есікті тарс жауып үйден атып шықты. Вероникамен ұрсуы бір бұл емес. Ертең тура өкінерліктей артық сөз айтып қоймау үшін сыртқа шығып сергіп келгісі келді. Тырс еткен пендесі жоқ тар көшеде ұзақ жүрді. Вероникамен алғаш танысқан сәттерін еске түсірді. Ол кезде әйелі көктен түскен періште сияқты көрінетін. Әйелінің көгілдір тұнық көздерін бір көргеннен ғашық болды. Мазасы кетті. Бағына қарай қыз оның сүйіспеншілігін қабыл алды. Аз күнде үйленді. Өмір бақи сезімге бөленіп, осылай тату-тәтті өмір сүреміз деп армандаған. Бізге не болды деп сұрады өзінен Саша. Сол ғаламат сезімнің бәрі қайда кетті? Не дейсіз деген ер адамның сыртынан айтылған сөзіне елең етті. Артына қараған Саша осы аумақты мекендейтін бомжды байқады. Дүкеннің алдынан бұл кісіні жиі көретін. Ол ешқашан қайыр тілемейтін, әншейін жүргіншілерге қарап отыратын. Бұл өмірде махаббат та, бақыт та жоқ деймін деп күретті Саша. Қателесесіз жас жігіт, деді бомж. Бақыт өз ішімізде, етене жақындарымыздың ортасында, армандарымызда. Тек сол бақытты елдің бәрі дұрыс қолдана алмайтыны жаман. Рас па? Деп миығынан күлді Саша. Сондай ақылды болсаңыз, неге алдағы сәкіде жалғыз отырсыз? Бақытыңызға бөленбедіңіз бе? Мен бақытқа бөленіп отырмын, деп жымиды ақсақал. Тірімін, құлағым естиді, көзім көреді, өзім жүре аламын. Өкінішке орай, елдің бәрінде мұндай бақыт бола бермейді. Мен өте бақыттымын. Арманың бар ма? Бар. Ешқашан әйеліммен ұрыспасам екен, деп бұрқ етті Саша. Онда неге ұрсасың? Үйге бар да кешірім сұра, деп ақсақал кеңес берді. Мен бе? Ол өзі кінәлі, деп ашуланды жігіт. Иә, сен ғой бақытты болсам, арманымды орындасам деген. Менің айтқанымды істесең, ешқашан өкінбейсің. Өзің жақсы көрген адамдарыңа ұсақ түйекке бола кек сақтама. Өмір тым қысқа. Өміріңнің ең тамаша кезеңін ұрыс-керіспен өткізгеніңе өкінетін күн туады. Ал сіздің арманыңыз бар ма? Неге екенін Саша осылай сұрады. Ақсақалдың дегдар болмысын сезіне бастады. Айтып отырған сөздері кір қожалақ бомжға лайық еместей көрінді. Иә, деді бәсең дауыспен ақсақал. Көзінің жасын ірке. Жаңа жылды әйеліммен бірге теледидардың алдында қарсы алғым келеді. Бірақ менің арманым орындалмайды. Неге? Әйеліңіз қайтыс болып кетті ме? Анжелинам тірі, бірақ өте алыста. Екеуміз далада қалған күні төсек тартып жатып қалды. Оңалтудан соң оны мүгедектер үйіне жіберді. Оған да шүкір. Ал сіз ше, сізді неге ешқайда орналастырмаған, деп таң қалды Саша. Мені кім керек қылсын, деп күрсінді ақсақал. Ең бастысы, Анжелинам далада қалмады, жылы төсекте жатыр. Екеуміз қайта көріспейтініміз өзекті өртегені болмаса, осыған да шүкір. Қаншалықты алыста, деп сұрады Саша. Қатты алыс емес, бірақ мына түріммен оның көзіне түскім келмейді. Мұнда қаңғыбас түрімді көрсе, ол шынымен өліп қалар деп қорқамын. Ақылыңды алсаң балам, үйге барып әйеліңмен татулас. Алтын уақытты текке өлтірме. Рақмет, деп сыбырлады да жігіт үйіне бет алды. Вероника ұйықтамапты, терезеден күйеуінің қайтып келе жатқанын бағып тұр. Саша үйге кірді. Бірақ жарықты қоспады. Кешірші, деп келіншегін құшақтап тұрып, сен де мені кешірші, деді. Вероника жылап қалды. Сенсіз өмір бос, бұдан былай ұрыспаймыз деп уәде берейікші. Мақұл, деп жігіт жымиды. Саша таңға дейін көз ілмеді. Ол бомж туралы ойлады. Қарт кісіге жаны ашыды. Қорғансыз жанның далада қалғаны көңіліне қаяу салды. Саша, пәтерімізді қимаймын. Мұнда ең тамаша сәттеріміз өтіп еді, деді әйелі. Кеше сатып алушылар хабарласты, бүгін көруге келеді. Саша 20 жылға жапондық фирмамен келісім шартқа отырған, сол елге көшпекші. Жас отбасыны алда керемет жетістіктер күтіп тұр еді. Әзірге сатпай тұрарлық.
деді жігіт сенімді түрде. Енді не істейміз? Пәтер бос қалады ғой. Пәтер жалдаушыларды кіргізуге обал емес пе? Дұрыс, жалға бермейміз, мұнда жақсы кісілерді көшіріп әкелеміз, деді қуанып кеткен Саша. Бір сәтке өзін бір адамның болсын арман орындайтын сиқыршыдай сезініп кетті. Саша дүкенге жақындап келеді. Сұхбаттасып көріп, көңілі жайланды. Қайырлы таң деп жымиды Саша. Қайырлы таң деп қуанды ақсақал. Қал қалай? Тамаша. Кеше атыңызды сұрамаппын. Кешіріңіз. Менің атым Юрий Андреевич. Юра десең болады, деп өзін түзеп қойды ақсақал. Юрий Андреевич, сіздің арманыңыз орындалды. Бұл жаңа жылды әйеліңізбен теледидардың алдында қарсы аласыз, деді Саша шын ықыласымен. Сонда қалай, деді естіген жаңалықтың қолы дірілдеп кеткен ақсақал. Менімен бірге жүріңіз, қазір көрсетем. Саша ақсақалды үйге кіргізді. Ол жан-жағына түк түсінбей қарады. Мұнда неге келдік, деп сұрады Юрий Андреевич. Сізге үлкен өтінішім бар. Келіншегім екеуміз шетелге көшіп жатырмыз. Пәтерімізді сатқымыз келмейді. Біздің пәтерімізді қарап беруге келіссеңіз жақсы болар еді. Маған көмектесе аласыз ба, деді Саша. Әлбетте көмектесемін, деген ақсақал жігітке абыржыңқырап қарады. Мен заттарымды алып кеттім. Мұнда тек қажет еместерін қалдырдым. Сізге мынау костюмда болып қалар. Ақсақал диван үстінде жатқан әдемі костюмге қарап басын шайқады. Мен оны қайтпекпін, деп таң қалды ақсақал. Қалай қайтпексіз? Анжелинаңыз үйге алып келу үшін алдағы тозған киіммен бармайтын шығарсыз. Рахмет, балам. Ақсақал дірілдеген еріндеріне тамған көз жасын жеңмен сүртіп жатып, рахмет. Өзіңіз бара аласыз ба? Әлде мен көмектесейін бе? Бірге барсам қайтеді? Әлі біраз уақытым бар. Жоқ, өзім бара аламын. Мен оған жаяу баруға әзірмін. Сен маған қандай бақыт сыйлағаныңды білсең, жаратқан өзіңді де, отбасыңды да сақтасын. Сен үшін өлгенше дұғада боламын. Жаяу барудың қажеті жоқ, деп жымиды Саша. Үстелдің суырмасында ақша бар, алғашқы кезге жетер. Сосын өзім көмектесіп тұрармын. Сәттілік тілеймін, Юрий Андреевич. Мені құтқарғаныңыз үшін мың алғыс. Саша пәтерден шыға салып әуежайға жетті. Жаны жай тауып керемет күй кешіп келе жатты. Мұқтаж жанға көмектескен үшін үлкен қуанышты сезінді. Бұл дегеніңіз жер беті бір адамгершілік әрекетке толысты деген сөз.